Қайырлы күн, аты жөнім Батыралиев Ернар. Сіздерді Instagram арқылы ақша табу атты тегін онлайн марафонның басталуымен құттықтаймын. Біз бұл онлайн марафонды ұйымдастыру үшін біраз білімімізді құйдық және ұзақ уақыт еңбек еттік. 17 желтоқсан бізде осы жолғы ең соңғы рет болатын Салам Instagram курсының 4-ші ағымы басталады. Ең алғаш болып тіркеліп алыңыздар. Себебі ең алғашқы тіркелгендерге чек-листтер, пайдалы видеолардың сілтемелері, қосымша ақпараттар жіберілетін болады. Курсқа дейін әлі уақыт бар, ал қазір тегін онлайн марафонға оралайық. Бізге сіздердің Instagram маманы болуға дайын болғандарыңыз қажет. Бұл марафонды негізгі курсқа дайындық деп біліңіздер. Бұл сіздердің SMM жолындағы алғашқы қадамдарыңыз. Сондықтан сабақтарды мұқият қарап шығыңыз. Сабақтар кезегімен ашылады. Сабақты кейінге қалдырып қоймай, дәл уақытында тамашалап отырыңыздар. Егер осы марафонға қатысып отырсаңыз, демек сізді Instagram, SMM салалары қызықтырып жүр. Мүмкін сіз осы салада табыс тауып жатырсыз. Мүмкін сіз енді табыс тауып бастағыңыз келеді. Мүмкін сіз Instagram арқылы кәсібіңізді дамытқыңыз келетін кәсіпкер боласыз. Қалай болса да, бұл марафонда берілетін ақпарат сіз үшін пайдалы болады. Жақынырақ таныса отырайық. Мен аты жөнім Батыралиев Ернар, жасым 21-де, бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің маркетинг және SMM бөлімінің басшысымын. Салам Instagram онлайн курстарының негізін қалаушымын, блогермін. Менің негізгі міндетім бизнеске клиенттер алып келу, бизнесті дамыту. Бұл саладағы менің тәжірибем 2,5 жылдай. Осы уақытқа дейін шағын компаниялардан бастап, ірі компанияларға дейін Instagram арқылы сатылымға келіп, клиенттер санын көбейтіп бердім. Мен ол компаниялардың Instagramдарын әрлеп, әртүрлі қызықты посттар мен стористер жасап, тікелей эфирлерге шығып, таргет жарнамасын жасап, подписчиктер санын көбейтіп бердім. Яғни, бұл жолды өтіп шықтым және осы жол арқылы табыс табуға сіздерді үйретуге дайынмын. Мен қазір бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің аламан курсында 10 мыңнан астам адамға Instagramды үйреттім. Әртүрлі конференцияларға қатысып, білімді арттырып жатырмын. Және сіздермен біліммен бөліскен кезде үлкен энергия жинаймын. Маған бұл ісім ұнайды. Жалпы менің сабақтарымнан 15 мыңнан астам адам оқып шығып, қазір SMM саласы бойынша білім алып шықты. Қазіргі таңда Қазақстанда Instagram арқылы кәсіптерін дамытқысы келетін компаниялар өте көп. Бірақ бізде өкінішке орай білікті мамандар жоқ. Сізде тауарды немесе қызметті сатып алмас бұрын ол компанияны Instagramына мән беретін боларсыз. Сондықтан да қазір Instagram аккаунттардың дұрыс жүргізілуін компаниялардың бірінші орынға қойып отыр. Мен Instagram маманы ретінде шағын интернет магазиндермен, ірі компаниялармен де жұмыс істедім. Әрине сіздер, Ернар, саған айтуға оңай, сенің білімің мен тәжірибең бар. Ал біз ондай компанияларды қайдан табамыз деген сұрақ туған шығар сізде. Айтуларыңыз мүмкін. Бірақ менде де дәл сіздегідей жағдай болғанмын. Ең алғашында мен Атырау қаласындағы кәсіптердің парақшаларын жүргізіп бастадым. Ол кезде мен бір парақшаға айына 50-60 мың теңге табатын едім. Кейін мен 2-3 парақшаны қосып жүргізе бастадым. Одан кейін Алматы қаласына көшіп келдім. Осылайша өзімнің біліктілігімді арттыра отырып, табысымды да көтере бастадым. Менің ең алғашқы жүргізген парақшам 2,5 жыл бұрын болған. Осы уақытта мен баға жетпес тәжірибе мен білім жинақтай алдым. Өзімнің жүріп өткен жолыма қарап, мен біреу үйретіп бағыт берсе, беріп отырса 2,5 жыл құртпай-ақ қоюға болар еді деп ойлаймын. Сондықтан бұл марафон сіздің өміріңіздің 2,5 жылын үнемдейді деп санаңыз. Алдымен SMM маманы деген кім екенін біліп алайық. SMM маманы компаниялардың әлеуметтік желілерде танылуына жауап беретін адам. SMM маманынан нәтиже үшін ақша төлейді. Сіздің жұмысыңыздың ақысын уақыт бойынша емес, соңғы нәтиже бойынша есептейді. Яғни күніне 2-3 сағат жұмыс істеп, жақсы нәтиже көрсетуіңізге болады. Сондай-ақ SMM маманы арнайы бір жерде отырып жұмыс істеуі міндетті емес. Сіз интернетті бар кез келген жерден онлайн жұмыс істей аласыз. Кейбір жағдайларда сізге тек ұялы телефон ғана қажет болуы мүмкін. Достар, менің жекеме күнде жүздеген кәсіпкерлер мықты SMM маманы бар ма деп хабарлама жазады. Олар Instagramдарын жүргізіп, дамытып, клиент әкеліп беретін білікті мамандарды қалайды. Қазақстанда қазақ тілінде білікті SMM мамандары өкінішке орай өте аз. Біздің идеямыз сол мамандарды дайындау, кез келген компанияның кәсібін дамытып, алып кете алатын SMM мамандарын дайындау. Біз сіздерге 4 видео сабақтарды дайындап қойдық. Сол видео сабақтарды міндетті түрде қарап шыға аласыз. Бүгінгі сабақта біз Instagram парақшаны не үшін дұрыс әрлеу керек,
Инстаграм арқылы табыс табудың қандай жолдары бар деген тақырыптарды қозғаймыз. Сіздер қазір мен бұның бәрін білемін деуіңіз мүмкін, бірақ осы кезде өзіңізді тоқтата біліңіз. Білім мен біліктіліктің айырмашылығы жер мен көктей. Білу бөлек нәрсе, ал сол білімді іс жүзінде қолдану мүлдем бөлек нәрсе. Біз бұл марафонның контентін бірнеше маркетолог, SMM мамандарына көрсеттік. Өз ісінің эксперттері біздің бұл марафонға өзінің жоғары бағасын берді. Марафон барысында сіз бұған дейін білетін ақпараттарды естуіңіз мүмкін, білмейтін жаңа ақпараттар алуыңыз да мүмкін. Ең бастысы, бұл марафонның сабақтарын сынап қараудың қажеті жоқ. Менде де кезінде өзімді эксперт санап, жаңа білім алмай, өзімді жоғары санап, тәкаппарланып, басыма корона киіп алып жүретін едім. Сол кезден бастап менің дамуым да, табысым да өсуде тоқтады. Егер де маған осы білімді 3 жыл бұрын берсе, мен нәтижеге 2 жылда емес, 3-4 айда жетер едім. Сондықтан басыңыздағы коронаны алып тастап, негізгі идеяларды түртіп жазып отырыңыздар. Маған қазіргі жастардың өмір сүру сценарийі мүлдем ұнамайды. Олар 4 жыл оқиды, бір компаниядан стажировка өтіп, бұйырып кетсе, жұмысқа орналасып, зарплата алып жүреді. Бұл сценарий ескірді. Қазір бұлай істеудің қажеті жоқ. Өзіңіздің қалаған жұмысыңызбен қалаған уақытта айналысуыңызға болады. Және бұл жерде ең бастысы дұрыс мамандықты таңдау. Әрі қарай білім мен практика. 10 жыл бұрын SMM маманы деген мамандық болмаған еді. Ал қазір олар журналист, заңгер, финансист сияқты мамандықтардың көп табыс табуда. Қазіргі заманның шындығы сенің табысың, сенің құндылығыңмен өлшенеді. Егер де 15 жасар қыз Инстаграм маманы болып, айына 150 мың теңге тапса, ол ата-анасынан көп табыс таба алады деген сөз. Яғни бұл біз үшін үлкен мүмкіндік. Кез келген адам Инстаграм арқылы табыс таба алады. Инстаграм парақшаны әрлеу туралы айтатын болсақ, компаниялардың Инстаграмдарына кіріп, олардың немен айналысатынын бірден түсіну қиын болады. Ал кейбір компаниялардың Инстаграмдарына кірсеңіздер, барлығы түсінікті болып тұрады. Демек, клиенттер ең алдымен парақшалардың дұрыс әрленуіне, түсініктілігіне мән береді. Түсініксіз парақша болса, сіздің Инстаграмыңыз арқылы сатылым болмайды. Дұрыс әрленген парақша сенім қалыптастырады. Клиенттің сенімі кәсіпті жаңа деңгейге алып шығады. Мысал ретінде бір домбыра курстарын алайық. Домбыра курстарының Инстаграм парақшасына 1000 адам кіріп, оның 20-сы заявка қалдырса, оның 15-і алғашқы тегін сабаққа жазылып, соның 8-і сатып алса, средний чек 10 мың теңге болса, табыс 80 мың теңге болады. Ал енді сіз дұрыс әрлеп берген парақша болса, яғни сіз парақшаны аватаркасын өзгертсеңіз, биосын ауыстырсаңыз, актуальный стористерін жасап берсеңіз, енді парақшаға кірген 1000 адамның сіз жасаған жұмыстан кейін 50 адам заявка қалдырады. Оның 40-і алғашқы тегін сабаққа жазылып, 20 курсты сатып алса, средний чек 10 мың теңге болып, табыс 200 мың теңге болады. Ал бұл алдыңғы көрсеткіштен 2,5 есе көп. Енді сіз осындай нәтиже көрсеткеннен кейін компания сізге ақша төлеуге дайын. Инстаграм маманы деген кім? Оның қандай қасиеттері болу керек? Сіз кәсіп иесімен тығыз байланыста болып, кәсіптің негізгі мағынасы мен идеясын Инстаграм парақшасы арқылы жеткізе алуыңыз керек. Төмен баға, жоғары сапа деген нәрселер болмайды. Сіздің басты қабілетіңіз клиентпен сөйлесе алу. Клиенттің компаниясының басқа компаниялардан айырмашылығын аша алу. Клиенттен дұрыс сұхбат ала алу. Сіздің алдыңызда мақсат тұр. Мысалы, Инстаграм арқылы айына 100 мың теңге табу. Ол нәтижеге жету үшін сізге техникалық қабілеттеріңіз бен өзіңіздің адами қабілеттеріңіз әсер етеді. Техникалық қабілеттер дегеніміз компанияның идеясын жеткізе алу. Визуалды көзқарасты болуы, адами қабілеттеріңіз, адамдармен келіссөздер жүргізе алу, адамдармен сөйлесу, таныса алу қабілеті. Екіншісі, жауапкершілік деңгейіңіз, жұмыстарды уақытылы орындай алу, нәтижеге көрсете білу. Ортаңыз дамушы орта болса, сіздің дамуыңыз 2-3 есе өседі. Осы пункттердің барлығын біріктіре отырып, нәтиже болады. Негізгі курстың жоспары да осы қабілеттерге қарай бағытталған. Ал енді Инстаграм арқылы табыс табудың жолдарын айтайын. Біріншісі, парақшаны жүргізу. Ең қарапайым жолы, яғни сіз бір парақшаны алып дамытасыз, клиенттер алып келесіз. Мысалы, бұл парақшалар көзілдіріктер дүкені, ағылшын тілі курстары немесе интернет дүкен болуы мүмкін. Бұл парақшаларды сапалы жүргізсеңіздер, бір парақшадан айына 50-70 теңге табуға болады. Екіншісі, Инстаграм арқылы Инстаграм администратор болып табыс табу. Бұл жерде сіз парақшадан келетін заявкаларға жауап беріп,
комментарийға жауаптар жазып, Instagram арқылы сатылымдар жасауыңызға болады. Келесі табыс көзі бұл копирайтер болу. Қазір қазақ тілінде сапалы мәтін жаза алатын адамдар аз. Әр постқа 1000 теңгеден алып, күніне 2-3 пост жасаңыздар болады. Келесі табыс көзі бұл графикалық дизайнер болу. Бұл жерде сіз парақшаларына аватаркасын жасап бере аласыз, актуальный стористар, баннерлер жасап бере аласыз, фотоларын әрлеп бере аласыз. Бір баннер үшін орташа есеппен 1000-2000 теңге деген баға қоя аласыз. Келесі табу түрі бұл видеоларды монтаждау. Қазір Инстаграмда 80% контент видео форматында. Сіздер Инстаграм лентасына, стористерге, IGTV-ге видеоларды монтаждап табыс таба аласыз. Мысалы, бір видеоны 5000 теңгеге монтаждап бере аласыз. Осындай қызметтерді ұсынуды үйреніп алсаңыз, компанияның табысына әсер ете аласыз. Ал осындай тапсырыстардың сіздер айына 4-5 жүргізе аласыздар. Осындай клиенттерді қайдан табуға болады деген тақырыптағы сабақ 3-ші сабақта болады. Жұмыс істеу форматына келетін болсақ, біріншіден сіз жалғыз өзіңіз жұмыс істей аласыз. Яғни барлық қызметтерді өзіңіз көрсетесіз. Табысты тек өзіңіз табасыз. Жобаларды өзіңіз жасайсыз. Екіншіден, тек бір ғана жобамен жұмыс істей аласыз. Яғни бір компанияға жұмысқа орналасып, командада болып, тәжірибе жинақтасаңыз да болады. Дәл қазір компаниясына жақсы Instagram мамандарын іздестіріп жүрген кәсіпкерлер өте көп. Келесі жұмыс істеу форматының түрі бұл өз агентствоңызды ашу. Бұл жерде сіз өзіңіздің командаңызбен әртүрлі компанияларға қызметіңізді ұсына аласыз. Ал енді Instagram мамандары туралы өтірік әңгімелерге тоқталсақ, ең алғашқысы бұл жоғары білімді маман болу. Бұл өтірік әңгіме. Себебі Instagram мамандығын жоғары оқу орындарында оқытпайды. Сізге арнайы диплом қажет емес. Келесі өтірік бұл міндетті түрде орыс тілін білу қажет. Орыс тілі қажет, бірақ міндетті емес. 100% қазақша контент жасайтын Instagram парақшалар өте көп. Келесі жалған әңгіме бұл жақсы табыс табу үшін ұзақ уақыт керек. Бұл сөзге де сенбеңіз. Себебі қазір білім қолжетімді. Сізге бұрынғыдай стажировка өтіп, карьерный ростыңызды өскені күтіп жүруге қажеті жоқ. Сонымен, достар, біз бүгінгі Instagramнан қалай ақша табуға болады және қанша ақша табуға болады деген сұрақтарға жауап бердік. Достар, дәл қазір біз тегін марафонға қатысушылардың арасында конкурс ұйымдастырамын. Біздің желтоқсан айында болатын ақылы салам Instagram курсына тегін қатысу мүмкіндігі бар. Тек қана бір орын ойнатамыз. Конкурс шарттары қарапайым. Төменде комментарийға өзіңіз туралы және неліктен Instagram маманы болғыңыз келетіні туралы комментарий қалдырсаңыз болады. Ең қызықты комментарий иесі жеңімпаз атанып, біздің ақылы салам Instagram курсына тегін қатыса алады. Салам Instagram курсының барысында біз практикалық түрде мәтіндер жазуды, парақшаларды әрлеуді, фото, видео жасауды үйрететін боламыз. Курс барысында біз тек өзіміз ғана қолданатын методикаларды құпия фишкалармен бөлісеміз. Және де достар, осы видеоның астында WhatsApp бөлісу батырмасы тұр. Сол WhatsApp бөлісу батырмасын бастап, өздеріңіздің таныстарыңызға, туыстарыңызға және де сондай WhatsApp группаларға осы порталдың сілтемесін таратсаңыздар болады. Бұл сабақ тегін болып жатыр, сондықтан ол кісілерде тегін білім алып, бізбен бірге дамысын. Рахмет, сау саламатта болыңыздар.